Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы веб қосымшалар мен қызметтерді қорғау. Бұл дәрісте біз қазіргі заманғы веб қосымшалар мен қызметтерді қорғаудың негізгі аспектілерін, туындайтын қауіптерді және олардан қорғану жолдарын талқылаймыз. Цифрлық әлемде қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңыздылығы мен тиімді стратегияларына тоқталамыз. Веб қосымшалардың маңызы мен қауіптері. Қазіргі цифрлық әлемде веб қосымшалар күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналды. Банктік операциялардан бастап әлеуметтік желілерге дейін біздің өміріміздің көптеген салалары веб қосымшаларға тәуелді. Алайда бұл ыңғайлылық пен үлкен қауіптерді келеді. Өспелі кибершабуылдар. 2025 жылы веб қосымшаларға бағытталған кибершабуылдар 40-ға өсті, CISA дерегі. Бұл көрсеткіш киберқылмыскерлердің веб-платформаларға деген қызығушылығының артқанын көрсетеді. Қауіптің салдары. Деректердің ұрлануы, қызметтің бұзылуы немесе толықтай тоқтауы бизнес пен пайдаланушыларға үлкен қауіп төндіреді. Бұл қаржылық шығындарға, беделдің түсуіне және заңды жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Маңызды деректерді қорғау. Жеке деректер, қаржылық ақпарат және компания құпиялары маңызды деректерді қорғау веб қосымша қауіпсіздігінің басты міндеті болып табылады. Веб қосымшаларға жасалатын негізгі шабуылдар. Веб қосымшалар кибершабуылдардың әртүрлі түрлеріне ұшырауы мүмкін. Әр шабуыл түрінің өзіндік мақсаты мен әдістері бар. Skill injection. Бұл шабуыл түрі дерекқорға зиянды skill кодтарын енгізу арқылы ақпаратты ұрлауға немесе өтуге мүмкіндік береді. Мысалы, логин формаларындағы осалдықтарды пайдаланып, авторизациясыз дерекқорға кіру. Cross-site scripting, CSS. CSS шабуылы пайдаланушыларға зиянды клиенттік сценарийлерді, мысалы, JavaScript, тарату арқылы жүзеге асырылады. Бұл арқылы хакерлер пайдаланушылардың сессияларын ұрлауы, ақпаратты өзгертуі немесе фишинг шабуылдарын жасауы мүмкін. XSRF, Cross-Site Request Forgery. XSRF шабуылында хакерлер пайдаланушының атынан білімінсіз, заңсыз әрекеттер жасауға мәжбүрлейді. Мысалы, пайдаланушы банк шотынан ақша аудару операциясын орындауы мүмкін. OWASP Top 1. OWASP Open Web Application Security Project ұйымы жыл сайын ең қауіпті веб қосымша осалдықтарының тізімін жариялайды. Тізім әзірлеушілер мен қауіпсіздік мамандарына ең өзекті қауіптерге назар аударуға көмектеседі. Веб қосымшаға шабуыл сәті. Кодтағы осалдықтар мен деректердің ұрлануы. Бұл сурет веб қосымшаға жасалған кибершабуылдың визуалды көрінісін көрсетеді. Мұнда кодтағы осалдықтарды пайдаланып, маңызды деректерге қол жеткізу әрекеті бейнеленген. Хакерлердің мақсаты жүйеге еніп, құпия ақпаратты ұрлау, жүйенің жұмысын бұзу немесе оған зиян келтіру. Кибершабуылдардың ауқымы мен күрделілігі күн сайын артып келеді. Әрбір ұйым мен жеке тұлға цифрлық активтерін қорғау үшін барынша сақ болуы қажет. Қорғаныс шараларының негіздері. Веб қосымшаларды тиімді қорғау үшін кешенді тәсіл қажет. Ол бірнеше қауіпсіздік қабатынан тұрады. Қолданушы аутентификациясы мен авторизациясын күшейту. Күшті пароль саясаттарын енгізу, екі факторлы аутентификация, 2FA және OAuth заманауи аутентификация протоколдарды қолдану рұқсатсыз кіруден қорғайды. Деректерді шифрлау. HAPS және TLS протоколдары арқылы деректерді шифрлау пайдаланушы мен сервер арасындағы байланысты қауіпсіз етеді. Бұл деректердің тыңдалуына немесе ұрлануына жол бермейді. Кодтау тәжірибелері. Әзірлеушілер енгізу деректерін тексеру, параметрленген сұраныстарды қолдану және кодты қауіпсіздікке сай жазу сияқты тәжірибелерді ұстануы керек. Бұл skill injection және XSS сияқты шабуылдарды болдырмауға көмектеседі. Қауіпсіздік тестілеу. Веб қосымшаларды түрде тестілеу, соның ішінде пентест, өтімділік тесті, статикалық код талдауы SAST және динамикалық код талдауы DAST арқылы осалдықтарды ерте анықтап жоюға болады. Веб қосымшаларды қорғаудағы заманауи технологиялар. Киберқауіптердің эволюциясымен қатар, веб қосымшаларды қорғау үшін де жаңа технологиялар мен әдістер пайда болып жатыр.
Веб қолданбаларды қорғау жүйелері, WAF. WAF, Web Application Firewall, бұл зиянды трафикті сүзіп, қосымшаларға бағытталған шабуылдарды блоктауға арналған мамандандырылған қауіпсіздік құралы. Ол трафигін талдап, белгілі шабуыл үлгілерін анықтайды. API қауіпсіздігі. API, Application Programming Interface, арқылы деректер алмасу кең таралғандықтан, оларды қорғау маңызды. Тәкенде мысалы, JOT, шифрлауды және рұқсаттарды мұқият басқаруды қолдану API-ді қауіпсіз етеді. Контейнерлер мен микросервистердің қауіпсіздігі. Контейнерлендіру, Docker, Kubernetes және микросервистік архитектуралардың кең таралуымен бірге, оларды қауіпсіз ету мәселесі туындайды. Изоляция, уақытылы патчтау және жүйелі мониторинг қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Жасанды интеллект, жи пен машиналық оқыту, мо негізіндегі шабуылдарды анықтау. Жи және мо алгоритмдері аномальды мінез құлықты анықтап, шабуылдарды болжауға және олардың алдын алуға мүмкіндік береді. Олар үлкен көлемдегі деректерді талдап, бұрын белгісіз қауіптерді де анықтай алады. Қазақстандағы нақты мысалдар мен тәжірибелер. Қазақстанда да веб қосымшалар қауіпсіздігі саласында айтарлықтай жұмыстар атқарылуда. Және жергілікті ұйымдар кибершабуылдарға қарсы күресте тәжірибе жинақтауда. Банктік сектордың қорғанысы. 2024 жылы ірі банктің веб-қызына жасалған ИТЛ шабуылының алдын алу қазақстандық банктердің қауіпсіздік жүйелерінің тиімділігін көрсетеді. Олар трафикті сүзу және жүктемені теңестіру арқылы қызметтің үзіліссіз жұмысын қамтамасыз етті. Мемлекеттік порталдардың қауіпсіздігі. Мемлекеттік қызметтер порталындағы АВАСП осалдықты жобасы мемлекеттік органдардың цифрлық платформаларының қауіпсіздігін арттыруға бағытталған маңызды қадам. Бұл азаматтардың деректерін қорғауға және қызметтерге деген сенімін нығайтуға көмектеседі. Жеке компаниялардың тәжірибесі. Жеке компаниялардың қауіпсіздік аудиті және қызметкерлерді тәжірибесі көптеген қазақстандық компаниялар тұрақты түрде қауіпсіздік аудитін өткізіп, қызметкерлерінің киберқауіпсіздік сауаттылығын арттыруда. Бұл ішкі қауіптерді азайтуға және жалпы қауіпсіздік деңгейін көтеруге ықпал етеді. Веб қосымшаларды қорғаудағы стандарттар мен нормативтер. Веб қосымшалар қауіпсіздігін қамтамасыз етуде халықаралық және ұлттық стандарттар мен нормативтер маңызды рөл атқарады. АВАСП нұсқаулары. Жүйелік осалдықтарды анықтап жою. Қазақстан талаптары. Ұлттық заң ережелерді сақтау. ISO стандарттары. Қауіпсіздік басқаруын құрылымдау. Бұл стандарттар мен нормативтер әзірлеушілерге, қауіпсіздік мамандарына және ұйымдарға қауіпсіздік талаптарын орындау үшін нұсқаулықтар береді. AWASP MASS, Mobile Application Security Verification Cert. Бұл стандарт мобильді қосымшалардың қауіпсіздігін тексеруге арналған егжей-тегжейлі талаптарды ұсынады. Ол қосымшаларды әзірлеудің әр кезеңінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектеседі. SOE 27001 ақпаратты қауіпсіздік стандарты. Бұл халықаралық стандарт ақпаратты қауіпсіздік басқару жүйелерін құруға және енгізуге арналған. Веб қосымшалар үшін ол деректерді қорғау, қауіптерді басқару және қауіпсіздік саясатын қалыптастыру бойынша талаптар қояды. Қазақстан Республикасының ақпаратты қауіпсіздік заңнамасы. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңы және басқа нормативтік құқықтық актілер цифрлық активтерді қорғау бойынша талаптар мен ережелерді белгілейді. Олар деректерді өңдеу, сақтау және беру кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерін жүктейді. Қорытынды. Веб қосымшаларды қорғау үздіксіз процесс. Веб қосымшалар қауіпсіздігі бұл бір реттік іс-шара емес, үздіксіз жүргізілетін динамикалық процесс. Киберландшафттың тұрақты өзгеруіне байланысты қорғаныс стратегиялары да үнемі жаңартылып отыруы қажет. Тердің эволюциясы. Хакерлер жаңа шабуыл әдістерін үнемі дамытып отырады. Сондықтан ұйымдар да өздерінің қорғаныс механизмдерін жаңартып, қауіпсіздік трендтерін қадағалап отыруы керек. Қауіпсіздік мәдениеті. Қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру ең тиімді қорғаныс шараларының бірі. Қызметкерлерді киберқауіпсіздік ережелеріне оқытып, олардың ақпаратты қауіпсіздікке деген жауапкершілігін арттыру ішкі қауіптерді азайтады. Әркімнің жауапкершілігі.
Әрбір әзірлеуші, тестер және тіпті қарапайым пайдаланушы веб қосымшалар қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өз үлесін қосады. Қауіпсіздікті бәріміз бірге құруымыз керек. Веб қосымшаларды қауіпсіз ету болашаққа инвестиция. Цифрлық трансформация дәуірінде қауіпсіз веб қосымшалар бизнес пен қоғамның тұрақты дамуы үшін шешуші рөл атқарады. Сенімділік пен тұрақтылық кепілі. Қауіпсіздікке салынған әрбір теңге бұл компанияның тұтынушылар алдындағы сенімді іскерлік тұрақтылығының кепілі. Бұл тек техникалық мәселе емес, сонымен қатар стратегиялық инвестиция. Инновациялар мен стандарттарды енгізу. Заманауи технологияларды, ЖИ-МО, блокчейн және халықаралық қауіпсіздік стандарттарын ISO 27001 WASP арқылы ұйымдар киберқауіптерден бір қадам алды. Бірлескен күш-жігер. Веб қосымшалар қауіпсіздігін қамтамасыз ету тек бөлімінің ғана емес, барлық қызметкерлердің. Тек бірлескен күш арқылы ғана біз цифрлық әлемді қауіпсіз және сенімді ете аламыз. Қауіпсіздікке деген тұрақты назар мен инвестициялар цифрлық болашақтың негізі болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.